бәңкеге қанша ақша қойдың? Алдымен осы сұрақты өзімізден бір сұрап қойықшы. Енді мен жаңа бір материал көрдім. Енді осы материалда 35 жастан бұрынғы ақшаң дейді да, ол абыройға істететін ақша болмау керек. Керісінше, ол сенің 35-тен кейінгі өміріңе егілетін тұқым болуы тиіс дейді екен. Енді өйткені 35 жастан бұрын жаңағы 20-25-тен бастап қоғамға шыға бастаймыз ғой. Аралықта 10 неше жыл уақыт бар. Енді осы кезде бізге уақыт ол дос екен. Өйткені біздің ол кезде жігеріміз де бар, күш қуатымыз бар, уақытымыз да бар. Әрине ол кезде тағы да ақшаны істететін жеріміз де аз. Сондықтан көптеген мезгілде біз бұл ақшаларды жаңағы достарымызбен бірге ойнап көруге, я болмаса киім киюге, анау-мынау деген секілді істетіп жатады екенбіз да. Ал әмәлиятта адам 35 жасқа келген кезде қарасақ, кезіндегі жалындап тұрған әке-шешеміз де қартаяды екен. Ал өзіміз әлдеқашан үйленіп, балалы болып алғанбыз. Алғы ханзушасын айтқан кезде шаң еулау, шау деген жағдайға келіп қаламыз да. Сонда барып ары бері бұлқынайын десең, ыңғайы келмей бара жатқанын байқайсың да. Жаңағы 20-дағы 25-тегі кез секілді ақшаны алып шығып, жүрай достар, бүгін бір іше салайық дейтін дәуір емес та. Бұл кезде қалтамыздағы әрбір тиын ақшаның орны бар. Мынаны бүгін сәй алуға істетем, мынаны сүтке істетем, мынаны машинаның қарызына құям, мынаны үйдің қарызына құям дегенде әрбір тиын ақшада орын бар да. Сондықтан адам дейді жаңағы 35 жастан бұрын ақшаны өзінің 35 жастан кейінгі өмірі үшін тұқым ретінде еге білуі керек дейді. Енді қазіргі кезде мысалы қоғамға шыға салысымызбенен жақсы үйде отырайық, жақсы көлік мінейік дейміз дағы, қарыз алу бір керемет қолайлыласқан дәуірде жасап жатырмыз ғой. Сондықтан да жаңағы басымызға үйдің қарызын, машинаның қарызын іліп шыға келген кезімізде бір айда бір қалаларда тіпті ай сайын 5 мың, тіпті 7 мың, 8 мыңға дейін қарыз қайтаратын адамдар бар. Ал енді ауыл сақтарда бұл жағдай қандай? Ал енді бұдан тыстағы да кешегі айтқанымыздай тұрмысқа істетіп алған, тұтынуға істетіп алған, ойын күлкіге істетіп тастаған, үйдің жон-шуына алған деген секілді көптеген шиюнкаларымыз бар мысалы. Алуан түрлі қарыздардың арасына кіріп кетеді екенбіз. Мен енді осыған бола арнау түрде Жұңғодағы 30 жастан жоғарғылардың қарыз алу салыстырмасы қандай деген бір мені сұрадым тобаудан, мен жерге шарт қойдым. 30-дан 39 жас аралығындағылардың қарыз болу мөлшері 78-85% екен елімізде. Олардың әр қайсының басындағы қарыз 120 мыңда 200 мың ұянға дейді. Ал енді 40-дан 49 арасындағылардың қарыз болу мөлшері де 70-80% аралығында болып, олардың басында 300 мыңнан 500 мыңға дейін қарыз бар екен. Ал 50-ден 59-ға дейінгі аралықтағылардың қарыз болу мөлшері 50%-тен 60% аралығында болып, олардікі біршама аз екен, 150 мыңнан 250 мың аралығында қарыздар болған. Ал енді еліміздегі жаңағы орташа кірісті есептеп келіп жіберетін болсақ, мөлшерменен 5-те 7 мың юан аралығында да. Онда жаңағы 30-дан 49 жас аралығындағы адамдардың қарыз мөлшерін жаңағы 120-дан 200 мыңға дейін, 300 мыңнан 500 мыңға дейін деді ғой. Сонда біздің жаңағы ай сайын 7 мың юан қарыз алатын болсақ та, біз бір жылда ішпей, жемей қайтарсақ та, бір жылда бар жоғы 80 мың юан ақша қайтара аламыз да. Онда біз бағанағы 500 мың юан қарызды сірә қанша уақытта қайтарамыз. Сөйтіп, егер де біз өзіміздің әрбір тиын ақшамызды дұрыстап пайдаланбасақ, жаңағы тұтынуизмнің құлына айналатын болсақ, өмір бойы жаңағы ары бері тырп ете алмайтын. Содан кейін жаңағы саяхатың да жайында қалған, өмірдің қызығы да жайында қалған, мысалы, тек қана үйдің қарызы мен машинаның қарызын, яғни тұрмыстағы өзіміздің қажетсіз шығындарымызға болған қарыздарды қайтару үшін бір орнынан тапжылмай өмір бойы істеп кіртіп кетуге тура келеді. Мысалы, әлгі ерлі-зайыптыке үй алып, сосын жаңағы келіншек айтқан ғой, енді мына үйге жаңағы күн нұрының түсуі жақсы емес екен, сайгуан жақсы емес екен десе, жаңағы үй сатушы айтады дейді. Сайгуанның саған не керегі бар деген ғой. Сен таңертең ерте күн шықпай орнынан тұрасың дағы жұмысқа кетесің, кеште күн батқанда үйге келесің, осы үйдің қарызын қайтару үшін. Сондықтан саған күн нұрының не керегі деген ғой. Мысалы, енді осындай өмірге қалып қалмау үшін бұл экономикалық танымның болуы әрбір адам үшін өте маңызды деп айтуға болады деген сөз. Жақсы достар, енді тағы да сол сөз, әрқайсымыздың өзімізге тән дұрыс болған экономикалық құн көзқарасымыз болсын, сол кезде ғана мына өмірді енді бір еркін, дұрыс өтіп кетуге мүмкіндік бар шығар деп ойлаймыз.记得关注再走哦。